әрі-бері ойланып, менің Дархан деген журналист осы бауырымды таңдады. Ал құрметті достар, қазақтың тағы бір қазыналы қуанышына келіп қалдық. Бүгін Түркітілдес журналистер қорының президенті, Қазақстандағы әйел журналистер клубының жетекшісі, белгілі журналист Нәзия Жауамерген қызының 50 жас мерейтойын тізгіндеуге келіп қалдық. Бүгінгі тойдың бір ерекшелігі, көптеген шетелден қонақтар болады және еліміздің журналистері осы жерде бұйыртса бас қосады. Алла абырой берсін, той ырысты, баршаға жұғысты болсын. Әрбір өзбектің отбасында киелі аспабы дойра болады. Енді бұл дойраның да мағынасы бар. Ішінде қолдан сызылған шығыс келіншегінің, шығыс қызының суреті бар және қолында перо мен қағазы бар. Дәл қазір Нидерландтың символдарының, қуатының, күшінің символы ретінде. Сіздің өміріңіз осындай ән думан, шат-шадыман күйде өтсін. Шағын ғана сыйлығымыз бар. Нәзия апайымыз қазір енді мына түркі әлемінің бойтұмарына айналған қайраткер апайымыз. Түркітілдес журналистер қоры бұл соңғы кезде Қазақстан журналистер одағы атқармай жатқан жұмыстар атқарып жатыр. Өйткені журналистерге керегі ол контент керек, сапалы контент жасау үшін тәжірибе керек. Тәжірибе жасау үшін оған сапалы мамандар керек. Апай деді, Түркістаннан тегін тамадан жіберіп жатырмын деді. Атыраудан Майра, Атыраудан баратыр, апай қарсы алыңыз, ештеңе төлемейсіз, бүкіл шығынын өзіміз төлеп жатырмыз. Мен өзім таңдайын дедім де, әрі-бері ойланып, менің Дархан деген журналист осы бауырымды таңдады. Дархан ағаға саған көп рахмет. Тағы бір асаба деген асабамен бір отырып жоспар құрайсың ғой. Апай не істейін дейді, білмеймін, өзің біл деймін. Апай не дейді, өзің біл деймін да, енді маған бірдеңе дейтсе, менің жынды мінезімді біледі. Сойма, жарайды апай дейді салды да, бүгін сөйлейтіндердің тізімін жаңа бердің ғой, той басталатын кезде. Бірақ бәрін осы жіптіктей қылып, бәрін дұрыс жасап, тойды керемет қылып, бірақ демде өте шықты.